Мамаң сенің телефонды алса, тәкітсі Азамат балам, телефон бере тұршы. Не үшін? Мақсатқа звонда жіберейін. Бұл. Кім Мақсат? Дегеніз, еркек Мақсат? Көрші қыз Мақсат ба? Менің інім Мақсат бар емес па? Соған звонда жіберейін. Боса өтесіз. Аз мама, 1 минут. Кейін өнем жіктір. Гуглдағы историян кетіп теңдес. Бұл. Мама, не әдет осы пароль қою? Не қоясың парольді? Парольін өттес. Алло, Мақсат? Саламат па, қалайсыңдар? Балаңы берші. Балам, қалайсың, амансың ба? Мақсатқа берші. Отсыңдар, қалдарың қалай? Амансыңдар ма? Не істеп жатсың? Аман есен, жездең аман. Мамам болдың ба? 1 минут өтті ғой. Қашан келейін не батсыңдар атырауға? Болдың ба, мама? Қазір телефон лақтырып жіберім, Азамат деріма темемен. Бар одан да сасып атқан, шіріп атқан носкилерін жыл бар. Кет құрбан. Бір проблем шығара береді. Үйде қыз бар болса, балдар, қойсандар ше. Азамат, посуда жу. Айжан, бар істеш. Азамат, тұрап келе. Айжан, істеш бар. Азамат, шай демде. Фатс. Айжан, жұмыс істе. Айжан, отыра берш. Өзім жұмыстайын бәрін, ема? Отыра берсен. Шын ба? Ойнап айтам, бар жу бар. Айжан, тамақ пісір. Пісірмейм, шаршадым да үйден, кетем мен. Айжан, кетпеш. Кетпей тұрып ана телевизордың пультын алып берші. Азамат. Жерді сыпар, жерді тұрап келе. Сүрт, пелесузда. Не бәле, жер тексеретін адамдар келе жатыр ма, мама? Қара ниет бастал, телевизорды қос. Үйде қыз бар емес па? Айжан бар емес па? Қызым бар ғой, соған айтшы, мама. Айжан, баш тұр, істеш бар. Азамат, сен істейсің, тұр дес. Ойбай, қазір. Айтпақшы, құрметті достар, сендердің үйлерінде неше қыз, неше бала және жұмысты кім істейді? Болсай! Қазір! 1 сентябрь күні. Ал балалар, 1 сентябрь құтты болсын. 3 ай бойы жазда каникулда кім қайда барды? Айта қойыңдар. Әрине айта қой, қайда бардың? Апай мен жазда Дубайға, Турцияға, Анталияға, Түркістан емес, Өзбекстанға, сосын қайда барып едім? Есімде кетпей жатыр. Азиястан, Космос, Марс, Человек-паук, Тор, Капитан Марвел, соған бәріне барып шықтым. Алдияр, айта қой, қайда бардың? Апай, мен деген жазда Турцияға барып білдім ғой. Сұлтан Сүлейменнің өзіне костюмді, ала қой балам деп подарит еткен ғой маған. Кім? Қоя қой шақс. Қоя алмайым мен. Қой деймін саған. Апай, мен сыртқа шықса да қоя алмайым. 1200 теңге ұрба шықсы кетіп қалды ау. Тыныш, Азамат айтсын. Азамат, қайда бардың? Апай, мен деген 3 ай бойы жазда Кухнялендке бардым. Кухнялендтен шығып, Жалстанды аралап, Краваншкентке бардым. Краваншкенттен сосын Күннұр деген магазинге барып 2 сағыз алдым. В общем айтқанда үйде отырдым. Сенің туған күні жақындағанда, тәкітсі қара. Папа, мен туған күніме 10 күн 17 секунд, 18 минут, 16 секунд қалды. Мен насыбайым қайда? Кім алды мен насыбайымды? Қайдағы насыбай? Папа, туған мен PlayStation 5 алып берші. Бара ғой. Бар, мамаға айтайын. Мама, мен туған күніме 10 күн 18 минут, 16 секунд, 17 секунд қалды. Мен алға жоқтым насыбайды. Не бәрің насыбай сұрап кеттіңдер? Дамир балам, сен ба? Бар, Бүпеге айтайын. Бүпе, мен туған күніме 10 күн, 17 күн, 18 күн, 10 күн, 16 күн, 17 секунд қалды. Надоел. Көттің қысшы. Сен сөйлесің бәне? Ойбай көтек. Папалар таңерте ұйқыдан тұрғанда, тәкітсі қара. Құдайма. Құдай, чап. Тұрай екең сенің бар шайдымды. Кішкентай кезде ішің пысқанда. Жігіттер, не істейміз іш пісіп кетті ғой. Білмеймін. Алмастан бар доп сұрап ал футбол ойнайық бәріміз. Кеттік. Қақ тез. Қазір. Самат сапа, қалайсыз? Кіруге бола ма? Кір. Саламатсыңдар ма? Үйде Алмас бар ма? Сендер естімедіңдер ма? Велосипедпен келе жатқанда аяғын сындырып алды ғой, больницада жатыр қазір.
Ауыр халде. Кешіріңіз. Жазылып кетсін. Өлгенше тірі жүрсін, апа. Не ғой, апа? Алмастың добын бере тұрсыз ба? Мынандай жағдайда қайдағы доп? Қандай допты айтып тұрсың сен? Бар. Сыртында қара полоскасы бар доп, аяқпен тебетін. Ой, енеңнің тәпшікі бар ма? Бетіңді ұратын. Энеңе сабақ оқытқанда да кіцағыры. Сабақ оқу керек еді. Мама. Ой, қаншық сумый. Не болды? Сабақ оқытшы. Совсем шаршаттыңдар мен. Мен өлтіресіңдер уже сендер. Бар ана азамат шақыр бар тез. Не болды ма? Таста ана телефонды. Тез анаңа сабақ оқыт. Ой, паша мать. Не проблем шығара бересің, а? Шыр тез бұлай. Орса бермеш қатын сияқты. Қайда отырам? Қайда? Басыма отырасың ба? Орындыққа отыр. Жаз тез. Не деп жазам? Білмеймін, бірдеңе жазшы. Айтшы, не деп жазам? Паша мать, бірдеңе жазшы. Болды, жаздым. Қайсы, не жаздың, көрсет. Саған сөзім жоқ. Сумай. Нервім шығара бермеймін. Тыныш отырмын, өзің сабақты өзің оқышы. Араластырма мен болды. Оқымаймын, сабақты болмыш болып кеттім, нақу. Баяғы күзгі бал, кімнің есінде? Күзгі балға дайындалу керек еді, ё-майо. Мама. Ой, ойбай. Низат, не болды? Мама, короче, бізде күзгі бал болайын деп жатыр. Соған бір өзі қолынан жасап беретін костюмді напишін. Бар, азаматтан сұрашы бар. Мен араластырмандаршы вообще болды, мен жоқ деп ойла. Низат, айтшы тез. Костюмді напиш күзгі балға. На, мусорный пакеттің бір пачкасын жырт, сосын оны қи, жакет қылып, мына жеріңе тағып қоясың. Баяғыда біз жасайтын едік қой 3-ші класста. Адамды болып жығыласыңдар ейсің. Балам. Папа. Мен 10 жыл бұрын нанға кеттім, содан бері енді келіп тұрмын. Тек құлақтан теппей қойған. Оспиған сосиска, мен тыңда бері қара. Короче, мына телеграмда сейф оф бот деген бот бар екен. Короче, сен тиктоктағы видеоны без водяного знака скачать еткің келсе, осы ботқа стартты басасың, и саған видеоны без водяного знака шығарып береді ғой, иә. Осылай бар ма? Мамаң енеңе сабақ оқытса. Ой, бәтісіне. Қандай сабақ? Тез айтшы, қандай сен? Математика, 18-ші есеп. Опа мынау. Өзің шеше алмадың ба соны? Түсіндіріп берші, мама. Қара, тордың ішінде 7 құс болған. Аңшекелі бір құсты атып кетсе, тордың ішінде неше құс қалды? Айта қой. Көп ойландың. 27. Қайдағы 27? Тордың ішінде 7 құс болса, қалай 27 болады ол? Ойбай, күйдіргім. Жоқ, қарашы сен, тордың ішінде 7 құс болды. 7 құс. Тордың ішінде сүмірейген шырматқан 7 құс тұрды. Соны аңшекелі бір құсты атып кетті ана. Өлді ана құс. Тордың ішінде неше құс қалды? Айтшы. 32. Ойбай, мынау азайтама десем көбейтіп атқан емес. Қарашы сен, тордың ішінде 7 құс болса, сенде қалай 32 құс болады сен? Ойланшы мына миыңмен, ойланшы, сумой. Осы есепті шығармайтын болса, мен сені детдомға тапсырып жіберемін, түсіндің ба? Интернатта шіріп жатасың солармен бірге. Азамат, мында кетіңіз. Не болды, мама? Шешіп бер мына есебін. Ертең сабаққа бармай қойшы. Сенің үйде жалғыз қалса, да кіцағыры. Дәмер балам, жүр, қонаққа кеттік, кейін. Жоқ, мама, бармаймын қонаққа. Үйде жалғыз қала берем, уже мен жасым 5-ке келді ғой. Сасып жатыр. Біреу есікті тоқылдатып жатса, ашпа, ұры болуы мүмкін, түсіндің бе? Үйге ұры кіріп кетсе, мына домбырамен басынан бір киіп жібер, болды. Жүр ая кейін қалсын, насыбай алмай. Мен насыбайым қайда? Қорықпай отыр ғой, сары балапаным менің. Кім есік қағып отқан? Не болып отыр? Бісміллә. Ұры кетір, ұры! Ай, сыймай қо! Ашишы! Шашап келдік, ойбай. Дамир қайда кетті? Дамир? Сенің әлсін. Кетші, мен негіден бір, мен тек насыбай іздеп жүрмін. Құдай бай. Энеңді шомылдыр деген кезде, да кіцағыры. Дұрыстап тұрғаны, бір киініп жүрмейсіңдер ма, үтіктеп киімдерін жақында ескеп қарайын. Ойбу, сырттағы мал таза ғой саған қарағанда. Азамат! Ай, Азамат! Туалеттемін! Не болды, мама? Бол шомылдыр нағыланы. Қоя ғой, жасы ешектей беске келді ғой, өз шомылсында еркек емес пе? Басы кір-кір бір туылғаннан бері шомылмаған сияқты. Тез шомылдыр тез. Бір сөйтесіңдер ғонды. Шырш тез. Шешін тез. Шешінбей. Болады. Еркектің алдында шешінгенін қашан көрдің? Үш тез. Ой, Жайлап жүрші.
Өлмейсің. Көтімді жоған жоқсың сен. Олестің квартира жағында көшіп кетемін айден. Алдын шықтым. Таң атпай мектепке кешіккенде, дәкін зығыры. Сағат таңғы 5 болыпты ғой. Ойбай, сабақтан кешікті. Әкеңнің. Тұрса айтыз. Не болды? Сағат 8:30 болды. Жарты сағатқа кешіктің сабақтан. Ой, әкеңді. Дамир, тұрды, сабаққа кешіктің. Тұрды. Не болды? Сабақ. Болды, дайынмын. Қайда баратсыңдар? Тамақ ішпейсіңдер ме? Уақыт жоқ, мама. Уақыт жоқ емес, сағат енді таңғы 5:30 болды ғой. Мама, похуй, ұйықтаймын мен. Ұйықтаймын, мен кеттім. Сен не қарап тұрсың? Каналға тіркел. Сенде осындай жағдай болса, комментарийға плюс қалдырып кет. Насыбай бар ма?